Мен работа жақсылық. Мен бүгін Майнкрафттан ловушка істеуді үйрететін боламын. Ал енді мен видеома кеттім. Достар, міне бізге керек заттар осылар. Бірінші осындай пирогты аламыз. Өйтіп, не 4 қабат қылдырып қоямыз қазір. Так, нешеме? Так, 2, 3 дұрыс. Мен мынағында бүйтіп 4 не қылдырып қоямыз. Өйтіп 4 қылдырамын. Мен 4 өйтіп. Мына жерге бүйтіп ашық қоямыз. Мына бүйтіп жабамыз. Мына жерге алмаздың блокты қоямыз. Мына бүйтіп істеймізде, бүйтіп. Мына неге монстрларға ловушка емес. Мынау деген әшейін андай кімдерге, бір адамдарға, бір киркамен жүрген адамдарға. Мына бүйтеміз. Осыны бүйтіп кесіп қоя салайық, достар, әшейін. Достар, маған артық кеткен. Және достар, мынау да артық кеткен. Осыны бүйтіп аламыз да, бүйтіп 2 қабат қылдырамызды, мына блокты сынып болады. Және достар, мына блокты бүйтіп үстіне көтере береміз. Бүйтіп ұзақ көтереміз. Достар, бір адам призонерден жүрген кезде қараңыздар, бір қолына кирка алып жүрген, мысалы, сол алмаздың блокты сындырып қалды ғой. Сол кезде мына жақтан шалып қалды. Сол zaman сындырам деген ұзақ уақыт кетеді, достар, қараңыздар. Қанша уақыт кетеді. Негізі астына жерден обсидиан қойып қояды. Мынада не істе, выржанада тұрса, маны сындыра алмайды. Бірақ мынандай үлкен қылып қоямыз, бірақ маны сындыруға ұзақ уақыт кетеді. Мен сындырдым. Сол мына жерде бір не тұр екен. Достар, қараңыздар, қандай блок істеп салғанымды. Олмен жауып кетті. Достар, осымен мен өзім көрсеткен ловушкамды істедім. Егер де осы видеоны лайк басып, подписаться етіп, колокольчик басып кетіңіздер. Бәріңізге пока-пока, достар.